иә, әрбір адамның денсаулығы өз қолында. Салауатты өмір салты ең алдымен денсаулықты нығайтуға және сақтауға бағытталған негізгі белсенді іс-әрекет. Тәрбие тал бесіктен басталады демекші, бүгін сіздермен Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия интернатының оқушылары салауатты өмір салты жайлы не ойлайды? Осы сауалға бірге жауап табайық. Сендер салауатты өмір салты дегенді қалай түсінесіңдер? Сәлем, салауатты өмір салты дейтін жаңа ерте тұрып, жүгіру, спортпен айналысу, тағы да басқалары. Сәлем, сендер салауатты өмір салтын ұсынасыңдар ма? Иә, біз күнде таңертең интернатта ерте тұрып, жаттығу жасаймыз, ұйқыдан ояну үшін. Иә, әрине, біз дш сабағында жүгіреміз, түрлі ойындар ойнаймыз, және де жаттығулар жасаймыз. Өзіміздің денемізді бір қалыпта ұстауға тырысамыз. Мектеп-интернаттағы күндік тәртіп балаларды салауатты өмір салтына бейімдейді. Дұрыс тамақтану, ерте жату және ерте тұру балалардың бойындағы өмір салтын қалыптастыруға үлкен әсерін тигізеді. Денсаулық бақытты өмірдің маңызды шарты, ал ұзақ та белсенді ғұмыр кешу адамның өз қолында. Жалпы салауатты өмір салтын құрайтын негізгі факторлар бар. Бұл теңгерімді тамақтану, гигиена, дене белсенділігі сынды негізгі қағидалар. Осы орайда балалардың денсаулығына тікелей жауап беретін диетолог Лилия Булатовнадан да сұхбат алған болатынмын. Мәзірді құрастыру кезінде біз 2021 жылғы 5 тамыздағы білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар туралы номері 76 санпинді басшылыққа аламыз. Сондай-ақ бірқатар факторларды, яғни тұтынушылардың жасы, тағамдардың әртүрлігі, маусымдық тағамдардың негізге аламыз. Мәзірді әзірлеу кезінде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің болу ұзақтығы, витамин-минералды кешенмен байытылуы және олардың жас санаты ескеріледі. Мәзір бір күн және келесі 2-3 күн күнтізбелік күнде бірдей тағамдарды немесе аспаздық өнімдерді қайталауға жол бермейді. Адам өміріндегі тамақтанудың маңызы өте зор. Біздің денсаулығымыз, ағзамыздың жағдайы, өсу мен дамуы не жейтінімізге байланысты. Дұрыс теңдестірілген тамақтану арқылы біз макро және микроэлементтер кешенін аламыз. Жүрек пен қан тамырларының жұмысы жақсарады және ас қорыту органдарының жұмысы қандағы холестерин деңгейі қалыпқа келеді. Ми қызметі жақсарып, ағзадағы қартаю процестері баяулайды. Одан бөлек терінің, шаштың және тырнақтың жағдайы жақсарады. Осы мектепте интернатта балалар қалай тамақтанады? Күнде қанша рет бұлар тамақ ішеді? Біздің балалар бұл мектепте 6 мезгіл тамақ алады. 3 рет ыстық тамақ, 3 рет как полдник ретінде. 6 мезгіл тамақтанады. Дене белсенділігі де салауатты өмір салтының негізі болғандықтан, осы орайда дене шынықтыру пәні мұғалімінің ойын білген болатынбыз. Ағай, біздің мектепте қандай спорт үйірмелері бар, және осы спорт үйірмелері балаларды салауатты өмір салтына қалай бейімдейді? Біздің мектепте біраз үйірмелері бар. Ішінде волейбол, баскетбол, асық ату, тоғызқұмалақ, шахмат деген үйірмелер бар. Енді белгілену келсе, мен волейбол өткіземін. Сол волейболға былай қарағанда аздау келеді балалар, көпте келеді арасында. Өйткені дарынды болғасын біздің балалар көбісі басқа жерге үйірмелерге барады, сосын биге барады, қорға барады. Сондықтан қолдары тимейді шығар, көбісі мүмкін ойнағысы келеді шығар, бірақ келетіні аздау болады арасында. Баскетболға біраз келеді ұлдар, қыздар келмейді. Асық атуға Нұрбол ағайға кіші сыныптардан көп келеді. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Исатова Азиза. Салауатты ұрпақты бірге қалыптастырайық.